Қайырлы күн 3-ші сынып оқушылары немесе олардың ата-аналары. Әуелі біз сабағымызды бастамай тұрып, мына парақшаға сабақ онлайн парақшасының жанына подписаться бөлімін басамыз және қоңыраушаны басып қойсаңыздар да болады. Өйткені мен жаңа видео салған кезде сізге автоматты түрде қоңырауша арқылы сіздерге уведомление барып тұрады. Орысша айтқанда. Бұл парақшада 3-ші сыныпқа қатысты негізгі пәндерге, математика пәні, қазақ тілі пәні, жаратылыстану, дүниетану пәндеріне қатысты сабақтарды балаларыңыз кез келген уақытта көре алады. Олай болса, сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін математика пәні 60-ші сабақ, 46-ші бет, тақырыбы есептер шығару. Яғни бүгін қайталау сабақ. Мына суреттерге қараймыз оқушылар. Нені көрдіңіз? Дұрыс айтасыздар. Бұл суретте шатырлар. Бұл шатырларды біз демалыс орындарында, мысалы, отбасымызбен болсын, достарымызбен болсын, немесе сыныптастарымызбен, мұғалімімізбен, қала сыртына болсын, яғни демалуға шыққан кезде саяхатшылар осы шатырды пайдаланады. Біздің бірінші есеп осы шатырға байланысты. Бірдің асы 3 кіші шатырға 4 саяхатшыдан және тағы да 2 шатырға 6 саяхатшыдан орналасты. Шатырға барлығы қанша саяхатшыдан орналасты? Әуелі бізде жоғарыда 3 шатыр тұр. Оның әр қайсының 4-4-тен саяхатшы отырады. Және астындағы 2 шатырға 6-6 саяхатшыдан орналасады. Есеп, күрделі есеп 3 амалмен шығарылады. Сонда барлығы 24 саяхатшы орналасқан. Келесі, бірінші тапсырманың әсі. Бір дәптер 9 теңге, 7 дәптер қанша теңге тұрады? Бұл біздің өткен сабағымыз, яғни бізге мұнда бағасы мен саны белгілі, құны белгісіз. Құнын табу үшін бағасы мен санын көбейтіп аламыз. Әсі, 6 дәптер 48 теңге тұрады. Дәл осындай 8 дәптер қанша теңге тұрады? Біз ол үшін әуелі бір дәптердің бағасын тауып аламыз. Бір дәптердің бағасын табу үшін 48-ді 6-ға бөлеміз. Сонда бір дәптер 8 теңге тұрады. Ал 8 дәптер әрқайсысы 8 теңгені есептегенде 64 теңге тұрады. Келесі олай болса, өзіндік жұмыс 2-ші жаттығу. Бізге ұзындығы белгілі 6 см, 4 және 8 см. Ені белгісіз, одан 2 есе кем деп бізге оқулықта көрсетіп қойған. Демек, біріншісі фигураның ұзындығы 6 см болса, ені демек 3 см. Одан 2 есе кем. Екінші фигураның ұзындығы 4, ені 2. Үшінші фигурада ұзындығы 8 см, ал ені 4 см. Солай біз ауданы мен периметрін есептеп аламыз. Олай болса, келесі 3-ші тапсырма. Мирас тапсырмаларды 45 минутта орындады. Сол уақыттың 5/1 бөлігінде ол есеп шығарды. Мирас қанша уақыт есеп шығарды? Қалған тапсырмаларды Мирас қанша минут орындады? Бізге балар есептің, мысалы, барлығы белгілі. Барлығы 45 минут орындады. Енді есеп шығарған уақытты тауып аламыз. Есеп шығарған уақыт белгісіз, ол 5/1 бөлігінде. Яғни санның бөлігін табу үшін мына 45-ті бірінші бөліміне бөлеміз және алымына көбейтеміз. Сонда 45-ті 5-ке бөлеміз. Демек 9 минут есеп шығарған. Барлық 45 минуттан 9 минут алып тастағанда 36 минут қалды. Сонда Мирас есептен бөлек басқа тапсырмаларды 36 минут орындады. Бұл сіздермен балалар оқулықтың басындағы маңызды 3 күрделі есеп. Сіздерге парақша пайдалы болды деп ойлаймын. Олай болса, сау болыңыздар. Подписаться бөлімін басуды ұмытпаңыздар.